бізге тамақтарды алып келіп жатыр. Тандырда піскен лаваш өте жұмсақ болады. Майлы етті көп қосқан деп ойлаймын. Браво дайындаған адамға. Енді дәмін татып, бағасын берейік. 10-15 минуттан кейін деп айтты бізге. Ассалаумағалейкум, сәлем Түркістан. Сіздермен мен Абылайхан және досым Бексұлтан. Бүгін біз Риза бургер фастфуд орталығына тамақ ішуге келдік. Жұрт көп мақтағандықтан осы жердің шынымен де бағасын берейік деп шешім қабылдадық. Орналасқан жері Нәзір Төреқұлов 68-ші үй. Нәзір Төреқұлов көшесі мен Сұлтанбек Қожанов көшелерінің қиылысында. Қарапайым тілмен айтқанда Балуан Шолақ спорт кешеніне қарама қарсы. Олай болса, ішке кірейік. Ішіндегі мебельдер жаңа екен, көріп тұрмыз. Столымыз жаңа, диванымыз жаңа, барлығы ішінің интерьеріне келетін болсақ, барлығы әдемі. Менюден біз біраз нәрсені байқап отырмыз. Яғни бұл жерде екі түрлі меню бар. Бірі бургерлерге, екіншісі суши және пицца. Риза бургерде қосымша және салаттар бар екен, коктейль, пиццалар, салаттардың бағалары 1000 теңгеден басталып, 700 теңгеден аяқталады. Яғни греческий мужской каприз, қаламызға белгілі салаттар және коктейльдердің бағасы 500 теңгеден болады. Молочный, шоколадный, банановый, фруктовый, келесі, мохито сияқты. Пиццаларымызда былайша айтқанда бағалары көңілге қонымды. Өйткені мына жерде пепперони, мысалға кішкентай пепперони 1030 теңге болса, үлкен 2200 теңге. Бізге тандыр лаваш, острые куриные крылья, Филадельфия маки, разливной пепси. Достар, міне бізге тамақтарды алып келіп жатыр. 10-15 минуттан кейін деп айтты бізге. Шынымен 10-15 минутта алып келді. Сіздерге қызықты болу үшін біз пиццадан да, роллдан да, бургердің түр-түрінен де және де острый крылышкиден де заказ бердік. Енді дәмін татып, бағасын берейік. Тандыр лаваш еден. Дәмі өте тәтті және де жұмсақ. Расымен де кәдімгі лаваштарға қарағанда тандырда піскен лаваш өте жұмсақ болады екен. Тандыр лаваштың дәмі керемет деп айта аламын, бірақ мына жерде кішкене айта кететін нәрсе, майлы етті көп қосқан деп ойлаймын. Енді келесі біз пиццаның дәмін көрейікші. Дәмі өте керемет. Бір сөзбен айтқанда браво дайындаған адамға. Бұл жерде мына еттің өте көбі молынан дайындаған пиццаның бетіне бет. Және де мына болгар бұрышы дейді ғой, болгар бұрышында өте көп. Біреулерге, маған өзіме болгар бұрышы ұнайды, біреулерге ұнамаса. Барлығы жақсы дайындалған деп айтуға болады. Пицца болонезе, дәмі тіл үйрет. Менің жеп отқанымнан да байқаған шығарсыздар жаңағы. Егер Риза бургерге келсеңіздер, міндетті түрде осы пиццаны тапсырыс беруге кеңес беремін. Енді бургерлерге кезек берейік. Міне алдымызда гамбургер және чикен бургер тұр. Бургерлердің дәмін көрейік. Бірінші гамбургерден бастайық. Ал, бисмилля. Ортасындағы еттің, котлеттің дәмі өте керемет. Мына бургерде екі жағында тұрған нанын керемет дайындалған деп айта аламын. Бір сөзбен айтқанда тіске өте жұмсақ тиеді. Достар, біз чикен бургерге кезегіміз келіп отыр. Шынын айтсақ, тойдық Абылай екеуміз мына жерде. Барлығын дәмін көріп жатырмыз. Әлі мына жерде желінбеген тамақтар бар, суши бар. Өте бір қызықты дүниесі. Өздерінің Риза бургер деген жалаушасын кигізіп қойыпты, тағып қойыпты. Бұл да бір халыққа тартатын дүние. Чикен бургердің көрінісі өте керемет. Өйткені мына жерде қабат-қабат барлығы салынған. Тауықтың еті, котлет және де қызанақ. Бағана айтып өткеніміздей, бұл жердің наны өте жұмсақ еді. Дәмі өте керемет. Яғни бірден жеген кезде тойымдай. Сен астын істепсің осы, Достар, острый крылышқа кезегіміз келді. Олай болса, дәмін көрейік. Бізбен бірге болыңыздар.
дәм өте жұмсақ. Достар, мына сыртындағысын мен білмейді екенмін, осы шынымды айтсам. Комментарийға өз пікірлеріңізді жазуларыңызға болады, білетін болсаңыздар. Енді дәмі жақсы екен, расымен де. Бисмилlah деп енді суши көрейік. Жалпы біздің қалада суши облыс орталығы болғанға дейін көп болмаған. Одан кейін қазір суши дайындайтын орталықтар өте көп. Осы жердің сушидің дәмін көрейік. Айта алмайым бар ғой, мына сушидің дәміне сөз жеткізе алмай отырық қазір. Ішіндегі қияры және де қаймақ секілді бір тұздығы бар. Сол және күріші өте жұмсақ, жақсы піскен деп ойлаймын. Бір ерекшелігі айта кететін нәрсе, сушидің мына жерде көлемі өте үлкен болып тұр. Маған ұнап тұрғаны осы бір нәрсе. Және мына қара уылдырығының өзі сушиге керемет дәм береді. Қарасаңыздар, уылдырық ол адам денсаулығына, адам ағзасына өте пайдалы деп ойлаймын. Белгілі бір жерге қыдыруды мақсат тұтсаңыз, және де өзіңіз қай жерге барып тамақтануға болады, не білмесе қай жерге барып көңіл көтеруге болады десеңіз, міндетті түрде Риза бургер фастфуд орталығына келіңіздер. Ғимараттың ішкі жағы өте таза әрі ұқыпты, және де мынадай керемет көрініс бар. Бұл көріністің өз ішінде келуге де болады. Және де тағы бір айта кетерлігі, бұл жерде музыкалы атмосфера бар. Яғни төбеңізде музыка ойнап тұрады. Келіп міндетті түрде қонағы болыңыздар. Өзіңіздің қалаңыздағы барлық жерді бізбен бірге біліп, танып жүріңіздер. Достар, егер сіздер дәл осы тамақтың барлық түріне тапсырыс бергіңіз келсе, Риза бургерде доставка қызметі бар. Ол төменде көрсетілген номер және төменде көрсетілген инста парақша арқылы тапсырыс бере аласыздар. Доставка 9-дан түнгі 2-ге дейін жұмыс жасайды. Егер де сіздер Риза бургерде қонақта болған болсаңыздар, өз жеріңіздің пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Және де біздің YouTube парақшамызға, Instagram, TikTok әлеуметтік желілері тіркеліп, комментарий, лайк басып жүріңіздер. Бүгінгі шығарылым ұнады деп ойлаймыз. Сіздермен болған мен Абылайхан және де досым Бексұлтан. Сау болыңыздар.